Таңырлы болсын, қадірлі көрермен, тікелей эфирдеміз. Енді ел тұрғындарының мобильді аударымдарына шектеу қойылады. Бұл туралы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер департаменті хабарлады. Енді мобильді аударымдардың жалпы саны ғана емес, сонымен бірге олардың жалпы көлемі де есепке алынбақ. Бұл жөнінде сіздерге түсіндіріп беру үшін студиямызға Қаржы министрлігі жеке тұлғалардың кірісін әкімшілендіру басқармасының бас сарапшысы Ерсайын Көптілеуұлын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Енді осы айдан бастап тұрғындардың мобильді аударымдарына шектеу қойылады деген әңгіме айтылды. Нақты шектеу қандай аударымдарға қойылады? Түсіндіріп берсеңіз. Бұл мобильді аударымдарға шектеу қойылмайды. Шектеу қойылу мүмкін емес. Себебі мобильді аударымдар бұл жеке тұлғалардың өзінің қажеттіліктеріне арналған. Яғни жеке қажеттіліктеріне арналған, яғни туған туыстарына, бауырларына бір қажетті ақша қаражаттарын аудару мақсатында. Біздің мақсатымыз осы мобильді аударымдарды кәсіпкерлік мақсатта пайдаланатын жеке тұлғаларды анықтап, оларды әкімшілендіру. Сондай аударымдар тексеріледі. Сондай аударымдар тексеріледі. Оның арнайы өлшем шарты белгіленген. Ол бір айда 100 немесе одан да көп тұлғадан 3 ай қатарынан мобильді аударым қабылдаған жағдайда, бұл жерде 100 аударым емес, 100 түрлі тұлға. Яғни 100 түрлі тұлғадан ай сайын 3 ай қатарынан сізге мобильді аударымнан ақша қаражаттары келіп түссе ғана аталған тұлғалар назарға ілінетін болады. Ал жаңағы мобильді аударымдарға шектеу қою деген мәселе мүлде қарастырылмаған, және ол мүмкін емес. Яғни ол 3 айдың ішінде 100 аударым ба, сонда қалай? Жоқ, ай сайын. Мысалға мен былай түсіндіріп айтайын, қаңтар айында 100 түрлі тұлғадан аударым түседі, ақпан айында бір нөмірге. Бір нөмірге. Яғни сіздің мысалға айтқанда жаңағы жеке шотыңызға қаңтар айында 100 түрлі тұлғадан, ақпан айында 100 түрлі тұлғадан, сосын наурыз айында 100 түрлі тұлғадан ақша қаражаттары кеп түссе, бұл жерде кәсіпкерліктің нышаны бар деген сөз. Сондықтан ғана ол кісіні жаңағы салықтық бақылауға алынады. Яғни мобильді бақылау тексерілетін болады. Сонда мобильді аударымдарда бақылау бойынша өлшем шарт шегі қандай? Өлшем шарт шегі бізде арнайы бір қазіргі норма бойынша арнайы бір сома жоқ. Мына сомадан асып кету деген түсінік жоқ. Тек осы өлшем шарт. Бірақ дегенмен де біз мемлекеттік кірістер комитеті шек қоюды ұсынып отырмыз. Ол шек мына кәсіпкерлік кодексіне байланысты. Кәсіпкерлік кодексінде бізде 12 еселенген ең төменгі жалақы мөлшерінде табыс тапқан жеке тұлға ол дара кәсіпкер ретінде тіркелмеуге құқылы. Осы норманы аттап кетпеу мақсатында біз өлшем шартқа шек қою мәселесін қарастырып жатырмыз. Қанша сома қойып отырсыздар? 255 мың деген. Яғни өлшем шартқа бізде өлшем шарт бойынша ай сайын 100 немесе одан да көп тұлғадан 3 ай қатарынан жалпы көлемі 255 мың теңгеден асатын, яғни 3 ең төменгі жалақыдан асатын мобильді аударым қабылдаған жағдайда ғана назарға. Яғни өлшем шарт шегі 255 мың теңге егер бекітілген болса, одан асып кететін болса, демек кәсіпкер ол көлеңкелі бизнеспен айналысып отыр деген. 255 мыңнан кез келген мобильді аударым асып кетуі мүмкін. Ол жерде негізгі өлшем шарт сақталады. 100 адамнан, 100 түрлі тұлғадан, жалпы көлемі 100 түрлі тұлғадан қабылданған мобильді аударымдардың жалпы көлемі 255 мыңнан асып кетсе. Қадірлі көрермен, енді осы жерде ескеретін бір жай, кеше осы ақпарат шыққалы әлеуметтік желілерде де жазып жатыр. Яғни мен өзімнің туысқаныма, досыма аударған болсам, сонда ол да есептелеме, шектелеме, тексерілеме деп жатыр. Сондықтан да маманымыз түсіндіріп айтып беріп отыр. Яғни бұл кәсіпкерлікпен айналысатын жеке тұлғаларға ғана арналған. Енді мен бұлай түсіндіріп айтайын, бізде туған туыстарына, бауырларына жасалған ол аударымдар, олар салықтандырылуға жатпайды. Ол сіз өзіңіздің жеке қаражатыңызды өзіңіз туысқаныңыздың пайдалануына, игілігіне беріп жатсыз. Бұл жерде салық мәселесі жоқ. Бұл жерде бізде кәсіпкерлік. Мысалға алып қарайтын болсақ, бір айда 100 түрлі тұлғадан мобильді аударым қабылдау қажеттілігі жоқ. Бұлай алып қалсаңыз, енді біз былайша айта берейін, 7 рулы елміз, туған туысымыз бар, бір той жасарымыз бір айда сізге 100 перевод түсу мүмкін, 100 аударым түсу мүмкін. Бірақ келесі ай сайын сіз той жасамайсыз ғой. 3 ай қатарынан 100 түрлі тұлғадан төлем қабылданса, бұл жерде кәсіпкерліктің нышаны бар. Сондықтан да оны бақылауға аламыз. Ал жаңағы төбеде айтып кеткенде, жаңа 255 мыңнан асса болды, бақылауға алына деген ол негізсіз әңгімелер. Егер сіздер айтып отқан шектен асып кеткен жағдайда, егер кәсіпкерлік нышаны байқалса, қандай шара қолданылады? Бізде екінші деңгейлі банктен мәлімет келеді. Осы аударымдар бойынша содан кейін бізде салық төлеушіге қатысты хабарлама жібереміз. Егер салық төлеуші хабарламамен келіссе, ол жеке тұлға болып табылса, жаңағы тапқан кірістің 10% көлемінде жеке табыс салығын төлеуге міндеттеледі.
Ал егер ол дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, өзінің таңдаған салық режиміне байланысты салық мөлшерлемесіне сәйкес өзінің салығын есептеп, жаңағы салық есептілігінде көрсетеді. Ал егер жаңағы біздің хабарламамен келіспейтін жағдай болатын болса, онда түсінік береді, яғни түсініктеме береді. Егер заң бұзушы бір жылдың ішінде қайтадан ұсталып қалатын болса, қандай шара қолданылады? Болмаса әкімшілік айыппұл салынады, бір көлемі бар ма? Бізде бірден жаңағы айыппұл арқалату деген түсінік жоқ. Біріншіден әрине ескерту беріледі. Біздің негізгі мақсатымыз ол тұрғындарды айыппұл арқалату емес, мына салық мәдениетін көтеру, өзінің салық есептілігін тапсырып, өзінің кірісінен жеке табыс салығын тапсыру мәселесі туындайды. Сондықтан да бұл жерде егер ол дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген болса, дара кәсіпкер ретінде тіркелгенбіз, тіркетеміз. Ал егер жаңағы өзінің кірісін жасырған фактісі болатын болса, оны салық есептілігінде көрсетіп, тиісті салығын төлету негізгі мақсат осы. Осы жерде тағы мынадай сұрақ бар. Егер кәсіппен айналысатындар төлемді шот арқылы, кассалық аппарат арқылы, QR код арқылы қабылдауға міндетті. Бірақ дегенмен кейбір кәсіпкерлер дүкенге бара қалсаңыз айтып жатады, жоқ, біз QR-мен қабылдамаймыз дейді. Осындай уақытта тұтынушының қандай құқығы бар? Ол өте заңсыз болып табылады. Себебі тұтынушы өзі бір товарды алу барысында кез келген төлем түрімен төлеуге құқылы. Ол қолма-қол ақша қаражатымен болса, егер ол қолма-қол ақшамен төлесе, ККМ аппаратынан жаңағы түбіртек шығарып береді, және QR код, яғни бизнес счеты арқылы төлейді. Егер де осындай фактілер орын алатын болса, онда соны мемлекеттік кірістер органдарына шағымдануға болады. Бұл үшін дара кәсіпкерлерге өзінің жеке бизнес счетін пайдаланбаған үшін сөздің шыны осы дүкенге барғанда айтып жатады, QR кодпен төлейін десең, жоқ, маған нөміреме аудара саласыз ба дейді. Яғни осы уақытта мемлекеттік кірістер департаментіне хабарласуға болады. Болмаса әлеуметтік желіге қайда жазу керек? Бізде өзіміздің жаңағы әлеуметтік желілеріміз бар. Соған өтініш шағымдарды қабылдаймыз. Сонымен қатар енді кең етек алған өтініш арқылы сол кәсіпкер тіркелген аумақтағы басқармаға шағымданатын болсаңыз, оған міндетті түрде жаңағы әкімшілік шара көрілетін болады. Айналып келгенде бұл шаралардың барлығы бұл жаңа салық мәдениетін көтеру және сонымен бірге көлеңкелі бизнестің үлесін азайту ғой. Көрерменге осы ретте тағы айтарыңыз бар ма? Тұрғындарға нені түсінбей жатыр? Енді мен тұрғындарға айтқым келеді, мобильді аударымдардан қорқып үркудің қажеті жоқ. Бұл жаңағы адал салық төлеушілерге ешқандай әсер етпейді. Тек қана өзінің жаңағы табысын, кірісін жасыратын фактілер бойынша осы фактілерді анықтауға арналған, сондықтан да бұдан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Сонымен бірге туған туысыңызға, досыңызға, әріптесіңізге ақша аударамын десеңіз, оғанда ешқандай шектеу жоқ. Әйтпесе кешеден бері қорқып қалдық қой ақша аударуға деп жатқандар бар. Сондықтан да бүгінгі студияға келген маманымыз толыққанды түсіндіріп берді деп ойлаймыз. Келгеніңізге Ерсайын мырза көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Қадірлі көрермен, арнадан алыстамаңыз, бағдарламамызды жалғастырамыз.